Сәлеметсіздер ме? 15-ші дәріс талдаудың хроматографиялық әдістері. Хроматография қоспаның компоненттерінің екі фазының арасында бөлуге негізделген физикалық бөлінетін әдіс. Екі фазының біреуі, яғни жылжымалы фазасы, екінші стационарлық қозғалмайтын болады. Жылжымалы фаза қозғалмайтын стационарлық фазының бойымен белгілі бір бағытта жылжиды, яғни қозғалады. Колонкалық хроматографияда қоспа компоненттердің одан өтіп кетіп шығу үшін әртүрлі уақыт қажет болады. Осының негізінде оларды бір-бірінен бөлуге болады. Қозғалмайтын стационарлық фазада мықтырақ ұсталатын қосылыстар колонка арқылы ұзағырақ өтеді. Хроматографиялық әдісті 1903 жылы орыс ғалымы Цвет ұсынған. Хроматография қоршаған орта объектілерін зерттеуде кең түрде қолданылады. Қозғалмайтын фаза ретінде қатты зат немесе сұйықтықты қабықшамен қапталған қатты зат пайдаланады. Әдетте оны сорбент деп атайды. Жылжымалы фаза ретінде сұйық немесе газ қолданылады. Онда сұйық фаза қозғалмайтын фаза арқылы өтеді, кейде ол қысыммен де беріледі. Хроматографияның түрлері, яғни абсорбциялық хроматография, яғни бөлінетін қоспаның әртүрлі компоненттерінің сорбенттегі сорбциялануының әртүрлі болуына негізделген. Хемосорбциялық ол хроматография бұл сутектік байланыстың түзілуіне, яғни химиялық ұқсастықтың болуына байланысты. Таралу хроматографиясы қозғалмайтын қоспадағы компоненттердің ергіштігінің әртүрлігіне негізделген. Келесі ион алмасу хроматографиясы қозғалмайтын фаза мен бөлінетін қоспа компоненттер арасындағы ион алмасу тепе-теңдік константасының әртүрлігіне негізделген. Лиганды алмасу хроматографиясы бөлінетін органикалық молекулалар мен сорбенттің беткі қабатына енгізілген топтардағы металл катиондар арасындағы координациялық байланыстың түзілуіне негізделген. Және ситалық хроматография бұл молекула мөлшеріне байланысты. Афинді хроматография қозғалмайтын фазының арнайы тобына енгізілу арқылы бөлінген компоненттің тек біреуімен тұрақты комплекс түзу нәтижесінде түзіледі. Фазалар жиынтығының жағдайы бойынша хроматографиялық әдістерді былай жіктеуге болады. Газды хроматография ол жылжымалы фаза, инертті газ, тасымалдаушы газ, температура қатты әсер етеді және ұшатын заттар мен газдарды хроматографиялар үшін қолданылады. Бұл жерде газ қатты фазалы және газ сұйықтық, және сұйықтықты хроматографияда жылжымалы фаза сұйықтық, полярлы заттар мен макромолекулада хроматографиялар үшін қолданылады. Бұл орайда сұйықтық сұйықтық, сұйықтық қатты зат және сұйықтық гель болып бөлінеді. Хроматографияның бөлінудің принциптері бөлу сорбент қабат арқылы компоненттердің қозғалу жылдамдығының әртүрлігіне байланысты жүзеге асырылады. Бөлу эффектісі хроматографиялық қоспаның компоненттері белгілі бір бөлу жүзеге асырылатын қашықтықты берілген қосылысқа тән жылдамдықпен өтуіне негізделген. Теориялық тұрғыдан алғанда компоненттердің қозғалу жылдамдығы еріткішке, заттардың табиғатына, олардың концентрациясына байланысты болмауы керек, бірақ кейде практикада бұл принциптер іске аспайды. Хроматографиялық процесс тепе-теңдік процесі, ол тепе-теңдіктің жаңа күйіне әкелетін сорбция және десорбция, еру және тағы басқа қарапайым актілерден тұрады. Хроматографиялық бөлудің негізгі күрделі мәселесі ол пиктердің уақыт өте келе шайылуы, яғни градиентті хроматографияда барлық пиктер өте жіңішке болып келеді. Хроматографиялық бөлудің негізгі критериялары, яғни көп компонентті қоспаны хроматографиялық бөлу процесін сипаттау үшін мынандай бағалау критериялары ұсынылады. Яғни жайылу, кеңею дәрежесі, колонканың тиімділігі, келесі бөлу дәрежесі, бұл колонканы рұқсат етілу дәрежесі. Және соңғысы бұл таңдамалылық, яғни колонканың селективтілігі. Хроматографияның тиімділігі ретінде жүйенің бөлінетін заттар аймақтарының шайылуын, яғни алдын алу мүмкіндігі қарастырылады. Хроматографиялық әдістерді жүргізу тәсілі бойынша, яғни бағаланы колонкалы, жазықтықты қағаз түрінде жұқа қабат түрде бөледі. Хроматографиялық әдістердің мақсаты мен міндеттері бойынша, яғни аналитикалық хроматография, яғни ақпарат алу, бұл сапалы және сандық талдау. Келесі препаративті хроматография, заттарды бөлу және тазалау, және өндірістік хроматография, өнімді автоматтандырылған бақылау болып жіктелінеді. Бөліну механизм бойынша хроматографиялық әдістерді жіктеу, және қарапайым акт сипаты бойынша адсорбциялық,
сорбент бетіндегі заттардың әртүрлі адсорбциясына негізделген, таралу жылжымалы фазада және қозғалмайтын фазада заттардың әртүрлі ерекшелігіне негізделген. Ион алмасу, бұл ион алмасу қабілетінің әртүрлігіне негізделген, және хелатты, бұл хелаттардың түзілу қабілетінің әртүрлігіне негізделген. Ішкі немесе циклдік комплексті қосылыстар, яғни металл органикалық комплексті қосылыстар металл иондарының полидентантты лиганттармен әрекеттесуі кезінде түзіледі. Гель фильтрация, яғни гель кеуектеріне диффузиялану немесе ену қабілеттерінің әртүрлігіне негізделген. Ал афинді, яғни бұл лигант хроматографиясының бір түрі болып табылады. Бұл әдіс қоспалардың лигандымен, яғни әрекеттесу реакциясына негізделген. Хроматографиялық әдістің артықшылықтары, яғни хроматографиялық бөлудің динамикалық сипаты бар, бөлінетін компоненттің сорбциялау, десорбциялау актері бірінші рет қайталанады. Сол себепті хроматографиялық бөлудің статистикалық сорбция және экстракция әдістерімен салыстырғанда эффективтілігі жоғары. Бөлу кезінде сорбаттар мен қозғалмайтын фаза әрекеттесулерінің әртүрлі типтерін пайдаланады. Бөлінетін заттарға әртүрлі қосымша өрістер беруге болады, яғни мысалы гравитациялық, электрлік, магнитті және тағы басқалары. Бұлар бөлу жағдайларын өзгере отырып, хроматографияның мүмкіндіктерін кеңейтеді. Хроматография бұл белгілі бір мезгілде бірнеше компонентті бөлумен қатар оларды анықталуында біріктіретін гибридті әдіс. Хроматография бірнеше аналитикалық, яғни бөлу, идентификация, анықтау сияқты және препаративті тазалау, оқшаулау, концентрелеу сияқты мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Мұндай міндеттерді оларды біріктіре отырып, онлайн түрінде жүзеге арқылы шешуге болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.